берілді. Осы мәтінге байланысты тапсырма Қазақстанның мұнай өнеркәсібі және қоршаған орта тақырыбында немесе олардың жасалу жолы тақырыбында мәтін жазасыздар өздеріңіз. И одан кейін осы мәтіннен дәйек сөз келтіріп, оған сілтеме жазасыздар. Сілтемені былай жазсаңыздар болады. Қазақстан тарихы 5-ші том, қазақ тілі 11-ші мысалға осылай жазсаңыздар болады. Осындай мысалдар арқылы келтіреміз. Қанша минут уақыт беремін? 10 минут. Жерастан қарасу шығатынын байқады. Оны биік қабырғалардан су өтпес үшін тығыз цементпен қосуды ойластырған. сонымен қатар оны аяқтарда герметизациялауда пайдаланған. Оның негізінде жер ауруларынан бәрі жасап, тұрғын үйлерде шарт ретінде жатыр. Оның сөзінің қашан пайда болғаны белгісіз. Белгілі бір құжаттар бойынша ежелгі негізі көзі теңіз болғандықтан мұнай теңіздің масаңына келеді. Бұл өз жағынан сол жердегі биоалуантүрлілікті құртады. Мысалы, мұнай су бетінде қалқып тұрғандықтан балықтардың улануы мен теңізге күн көзінің жетіспеушілігіне әкеледі. Ал балдырлар секілді тірі ағзалар күн көзінсіз өмір сүре алмайды, ал олар жоғалса экологиялық апаттар пайда болады. Бұның бәрі судағы көмірсутектің 1%-нан пайда болады. Сілтемеде сайты және білім айнасы. Екінші топ. Біз бұл жақта екі мәселені қарастырғымыз келеді. Біріншіден, мұнай-газ саласы Қазақстан экономикасын дамытудың таяу жылдарға арналған перспективасында негізгі локомотив екені барлығына мәлім. Осы салаға Я туда интродакшн буду читать. Второй час. Там, короче, про Каспий написать, что в Каспии ты не диктуй просто. Өңдеген балық экспорттайды. Біздің елімізде оны көп қолданбайды. Азайту мақсатында табиғатты сақтау технологиясын қолдана отыруды қажет етеді. Бұл да негізгі ақпарат